сабаққа болсын. Бұндай жағдай ешкімнің басына бермесін. Шаңырақтарыңызда тек қана той болсын бұдан кейін. Мен Алматы қаласындағы Сәбит Мұқанов пен Ғабит Мүсіреповтің әдеби мемориалдық музей кешені бар. Сол музей кешенінің ғылыми қызметкерімін. Енді Ғабит Мүсіреповтің Амангелді Иманов туралы көптеген шығармалары бар, жазған мақалалары бар екенін білесіздер. Ең алғашқы қазақ фильмі, дыбыстық фильм Амангелді туралы, Амангелді фильмінің сценарийін Бейімбет Майлинмен бірге жазған осы Ғабит Мүсірепов болатын. Талай зерттеу мақалалар жазды, драмалар жазды. Енді сіздердің мына Амангелді апамыздың осындай ұрпағымен бүгін кездесіп бас қосып отырғаныма өте қуаныштымын. Салтанат ханым, сізге көп рахмет, осы кештің куәсі болуға шақырып отырсыз. Тағы да айтарым, осы астарыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз, шаңырақтарыңызда тек қана той болсын.